Қазақ халқының халық ертегісі қырық өтірік. Бар екен де жоқ екен, аш екен де тоқ екен, ертеде, ертегі еткен заманда халықты қан билепті. Халық қаннан зар илепті. Хан бүлік бопты, хан еріксе халық ойыншық болыпты. Нақ осы айтқанның өзіндей заң, ұстараның жүзіндей хан, қаны тасып еріккен хан, шарап ішіп желіккен хан, халқына жар шақырыпты. Кім алдыма келіп, кідірмей, мүдірмей, қырық өтірік әңгіме құрастырып айтып өтсе, және артынан 40 ауыз өтірік өлең айтса, сол адамның төбесінен төмен қарай алтын құямын. Бүкіл өміріне жететін байлықты мал мүлкімнен бөліп беремін. Жаңылмаса қызымды беріп, күйеу қып, қасыма уәзір етіп отырғызамын. Бірақ сондай сертім бар, егер әңгімесінің я өлеңінің ішінде бір ауызда рас сөз болып қосылса, тоқтаусыз дарға тартқызамын депті. Ханның бұл хабары ел арасында тарап, жұрттың құлағына тегіс тиген соң, үмітсіз шайтан әркімнің арқасы қозып иегі қышиды. Не ауыз-аузына жұқпаған сәйгүлік шешендер, не ақындар ханның алтынынан үміттеніп, ой, айтпай несі бар деп ханның алдына барып, қиыстырып айта алмай, келістіріп сөйлей алмай, талайлар күнәсіз дарға тартылыпты. Кейбіреулер даладан айтамын-ақ деп құлшынып келсе де, қаһарлы қанды, қанға боялып тұрғандарды көргенде ақылынан адасып, есінен танып, үрейі ұшып, түк айта алмай, сырттан қайтып кетіпті. Сертін орындай алмай, күнәсізден күнәсіз ханның ойыншығы болып, дарға тартылып өлгендерден ханның сарайы қан сасыпты. Жұрттың ең соңынан, кедейліктен әбден сіңірі шыққан, мойны ырғайдай, беті торғайдай, өмірінде қарны тойып, ас ішіп, қабағы ашылып, киім кимеген, ерні кезерген бір жас жетім бала келіпті. Есік алдында отырған жұрт: жаным-ай, жауқазындай жас бала көрінесің, сенен естияр не шешендер, не ділмарлар айтамын деп келіп, айта алмай босқа өлгендердің есебі жоқ. Жарқыным, тумай жатып өмірден орын таппай өлуге асығып жүрген не қылған баласың? Ізіңше еліңе қайт, тілімізді ала қой деседі. Бірақ бала көнбейді. Хан сарайына кіріп, ханның алдына келіп, алдиярлап бас иіп, тізе бүгеді. Сонда хан: не арызың бар деп сұрайды. Тақсыр, жарлығыңызды естіп, өтірік әңгіме айтқалы келіп тұрмын дейді. Хан иығынан күліп, мысқылдап баланы көзіне ілмей: үлкендердің қолынан келмеген сенің қолыңнан қалай келсін дейді. Тақсыр, сол көптен менің жаным ардақты ма? Айта алмасам, өз обалым өзіме, рұқсат етіңіз дейді. Ал ендеше сөйлей ғой дейді хан. Жетім бала сөйлеп ала жөнеледі. Тақсыр, әкемнің белінде, шешемнің құрсағында жүрген кезімде, әкемнің әкесінің жылқыларын 15 жыл бағыппын. Алған ақыма өзіме қалың беріп, қатын алыппын. 5-6 бала сүюмен сол қатынымнан туған балаларымның қолындағы кенжесі осы уақытта 20-ның 5-еуінде, өзімнен 10 жас үлкен. Жаздың сарша тамызында бір қайнап тұрған ыстық күні жылқымды суарайын деп, құрық үстіне құрық салып, жау тигендей қуалап жөнелдім. Айдын шалғар бір құдыққа келсем, тақсырай, күннің ыстығын сонан білерсіз, құдықтың суы қалыңдығы кісі бойы, қол ұсыным мұз болып қатып қалыпты. Жалма-жан суа тоя қояйын деп ат үстіне тұрып, балтамен олай шапқыладым ойылмады, бұлай шапқыладым ойылмады, балтамның жүзі жапырылып қалды. Балтамды қойныма салып қойып, сүйменімді қолыма алып, олай түйгіштедім, бұлай түйгіштедім, болмады, сүйменім майысып қалды. Енді не қылам деп дағдарып тұр едім, бір амал ойыма түсе қалды. Дереу кеңірдегімнен ұстап, басымды кеудемнен жұлып алып,
шекеммен ақырын ғана мұзды бір нұқып қойып едім. Тақсыр-ай, бір өтірік болмасын, 1000 жылқым қатар тұрып су ішетін суат ойылды да қалды. Онан соң жылқыларымды көк мұзды жарып шыққан сары балауса мен көк жоңышқаға матап салып, санамай түстемей түгендегенде 6 құлаш ала биеден туған 7 құлаш жирен құлыным жылқының ішінде де сыртында да жоқ болып шықты. Ұр алғанын да білмедім, пер алғанын да білмедім. Әрі-бері қарап тауып ала қояйын деп жалма-жан құрығымды мұзға шанша салып, басына шығып төңірекке көз жіберіп едім, көрінбеді. Құрығым аласа болған шығар деп құрықтың басына пышағымды шаншып, оған шығып едім, тағы көрінбеді. Пышағымның басына қынымды шаншып, оған шығып қарап едім, онда да көрінбеді. Көңілім әлі де биіктетуде болып қамшымды шаншып, тағы биіктеттім. Оған да шығып қарап едім, жауалғыр тағы көрінбеді. Енді не жалғаймын деп көзімді жұмып ойға қалып тұрғанымда қалт есіме түсе қалды. Тілімнің астында салып жүрген тебен инем бар екен. Қуанғанымнан соны ала салып қамшымның басына шаншып және шығып, көзімді адырайтып қарап едім, тағы көре алмадым. Әбден дағдарған соң құрығымнан: апырмай, енді не жалғайын, ақылың болса айтшы деп ақыл сұрадым. Ол антұрғанның жатып тұрып өзімді сөккені ғой. Сөккенде не дейді? Ит болмасаң айналып жерге қарай бергенше көзіңді шарт жұмып аспан жаққа қарасаң болмас па еді деген ғой. Ойбай-ау, аспанда бұлт басып тұрғанын көрмеймісің деп едім, онан жаман балағаттап: антұрған-ау, қолың жоқ па? Бұлттың әрісін әрі, берісін бері серпіп берсең болмас па еді деді. Ойлап тұрсам, оның сөзі де жөн екен. Дереу қолымды созып жіберіп, бұлттың былайғысын былай, олайғысын олай сыпырып жібергенімде күннің көзі жарқырап, шайдай ашылды да қалды. Әбден мұралық беріп, көзімді шарт жұмып аспанға қарағанымда, тамаша, мұнан артық не болсын? Темір қазықтың ар жағында, шолпан жұлдызының бер жағында, қаптауының етегінде манадан бері қарап табалмай жүрген жирен құлыным бір бәйтеректің бұлағына шығып құлындап, құлынын емізіп тұрғаны көзіме жарқ ете түсті. Қатыным ұл тапқандай қуанып, құрығымның басында тұрып секіре беріппін. Бірақ екі арамыз теңіз екен. Жалма-жан құрығымды қайық қылып, пышағымды ескек қылып сол теңізге түсе қалып едім, шым батып барамын. Дереу пышағымды қайық қылып, құрығымды ескек қылып түсе қалғанымда, кірпік қаққанша сыр етіп теңізден өте шықтым. Жирен құлынға міне салып, жас құлынды алдыма өңгеріп қайтадан теңізге түсе қалғанымда, шын батып барамын. Дереу жас құлынға мініп, енесін алдыма өңгеріп түсе қалғанымда, жануардың сушылай көзді ашып жұмғанша теңіздің бетімен де емес, түбімен де емес, ортасымен де емес, сыр етіп өте шықтым. Жылқыға келген соң, жүріс алған неме тағы бошалап кетіп әуре қылып жүреме деп енесін құлынына, құлынды айғырдың құйрығына байлап, жылқыға қоспай далаға айдап қоя бердім. Бір уақытта айдын мұздың үстіне қарап тұрсам, бітпеген қу тобылғының түбінде тумаған бір ту қоян жатыр екен. Жалма-жан садағымды алып, оғымның масақ жағымен атып едім, өтпеді. Масақ жағын кіріске қойып, кер жағымен тартқанымда, жұлдыздай ағып өтті де кетті. Асығып, үсігіп, атымды бір қуқазыққа байлай салып, етегіме тезек тере бердім. Бір уақытта қарасам, атым өзінен өзі ер тоқымын бауырына алып, тас-талқан болып үркіп, тулап жүр екен. Етегімдегі тезегімді төге салып, атыма қарай жүрейін десем, сұмдық-ай, манадан бері тезек деп тергенімнің бәрі бөтен екен. Пыр-пыр етіп алды-алдыма ұшты да кетті. Манағы қу қазық деп атымды байлаған аққудың ойын екен, соның серпкен қанатынан үркіп, атымның тулап жүргені де сол екен. Атымды ұстап алып, манағы тебен инемді қазық қылып, жерге қағып жіберіп, атымды соған байлап қойып, ох деп демімді алдым. Атып алған қоянымды сояйын десем, қынымда пышағым жоқ. Апырау, қайда кетіп қалды деп ойға қалып тұрғанымда, 3 күн 3
түнде барып есіме түсе қалды. Баяғы құрығымның басына шанышқан бойымен сонда ұмытылып қалған екен. Соған қайта баруға еріндім де күрек тісімнің біреуін суырып алып сонымен соя бердім. Қашаннан өзімнің мал сойғыштығыма салып жеде қабылдап қоянды 3 күнде сойып болдым. Оның етін қақтап, тұздап, енді майын ертіп алайын деп бір бүтін қазанға салып ерткенімде менің сорыма май ағып тұрмады. Бүтін қазанды тастай салып бір тесік қазанға салып едім. Тақсыр-ай, мұндай қызықты көріп пе едіңіз? Бір тамшы тамбай тұра қалды. Ерген майды ыдысқа қотарғанымда бір түйе қарнына, бір өгіз қарнына, бір борсық қарнына әрең сыйғыздым. Бұл титтай май менің қай күніме жарайды, онан да етігімді майлап алғаным олжа шығар деп бас салып майлағанымда бір етігімнің жұлығына зорға жетті. Қонышына жетпеді. Анау етігім мүлдем ауыз тиместен қалды. Ер еңбегіне бір тойсын деген сөз бар еді-ау деп қоянның бір кесек етін қолымен әрі-бері күн көзіне ұстап пісіріп, аузыма салайын деп апарғанымда сұмдық-ай, аузым орнында жоқ. Жүрегім мұздай болып, апыр-ай, аузым қайда деп қайта бетімді сипаласам, аузым жоқ дегенім ойыншық екен, солай мен басымда жоқ екен. Тақсыр-ай, сондағы қорыққаным әлі күнге дейін есімнен кетпейді. Апыр-ай, бассыз қалай күн көрем деп алақанымды маңдайыма қойып, ойға батып тұрғанымда біреу иығымнан тартып, әке, мынау басты танисың ба деді. Байқап қарасам, өзімнің басым тауып әкеліп тұрған өзімнің балам. Шырағым, мұны қайдан таптың деп сұрағанымда, суат ойған жерде жатыр екен, сенің басың екенін танып әкелдім деді. Тақсыр-ай, сондағы қуанғаным әлі есімнен кеткен жоқ. Кеп көп жаса, бай бол, үбірлі-шүбірлі бол деп балама батамды беріп алғыс айттым. Көптен ұйқы көрмей, сергелдең болып жүрген басым сол мезгілде ұйқы қыстап қалғандаймын ба, мұздан төсек, қардан жамылғы қылып жата қалсам, төсектің жылылығына бұйығып өлген адамды ұйықтаппын да қалыппын. Түн ортасы болған кезде бір нәрсенің сарт-сұрт келген дыбысынан шошып ояндым. Қарасам, екі етігім жұдырықтасып, қызыл ала қан болып төбелесіп жатыр. Батыр-ау, бұларың қалай деп сұрағанымда, май жамылған етігім, жағылмаған етігім жыламсырап, қайтейін, май біткеннің бәрін анау жалмауызың ішіп қойды, маған ауыз да тигізген жоқ деді. Екінші етігім анау етігіме тап беріп, өзіңнен кем несібелігіңнен көрмей, майдың жетпеген менен көргенің сасқаның ба деді. Ашуының әбден келген емес пе? Маңдайларынан бір-бір шертіп, екеуін екі жағыма қойып жата бердім. Таң атқан соң қарасам, көзін ашпағыр, май жағылмаған етігім өкпелеп түнде қашыпты да кетіпті. Алда жүгірмек-ай деп екі аяғымды бір етікке тығып алып, ізіне түсіп қуа бердім. Айдан айлар жүріп, зорығып, астымдағы атым өлді. Жылдан жылдар жүрдім. Етігімнің күйігінен іші жанып, үйімде қатыным өлді. Бір күндерде өгіздің желкесіндегі жауырына қауын егіп, пісіріп отырған бір егіншіге кез келдім. Егінші бейшара бір піскен қауынды алдыма қойып, жарқыным, пышағың бар екен, өзің жарып жей ғой деді. Кездігімді суырып алып қауынға салып қалғанымда, шіркіннің жетесі босап жүр екен, теміртегі суырылып қауынның ішінен түсті де кетті. Қап, жолым қырсығып жүрген бейбақ едім, бұл да соның салдары ғой дедім де, бала күннен бірге өскен, біте қайнаған замандасым еді, қалай көзім қиып тастап кетейін деп, қауынның ішіне сүңгіп кірдім де кеттім. Ал ізде, тау да қалмады, тас та қалмады, тоғай да қалмады, апта болды-ау дегенде маған ұсап, жоқ қарап сандалып жүрген бір жоқшыға кез болдым. Жоғымның түсін түгін, ен таңбасын айтып сұрап едім. Құдай соққан неменің түфу деп былш еткізіп бетіме түкіріп жібергені. Ау, жының бар ма, неге түкіресің? Мен жоқ сұрап тұрмын ғой дедім. Ол да шынаған неме екен, менен қалыспады, ақырындап жынды демей не дейін. Мен бір айдан бері әлденеге атымды зорықтырып, бір айғыр үйір қысырағымды таба алмай жүргенімде, сен 4 еліге толмайтын теміртекті іздейсің дегені. Мұның бұл сөзіне шыдай алмай сол жерде жаттым да төбелестім. Қан болмаған жеріміз, жұлынбаған сақалымыз қалмады.
Ақырында оның да менің де сілеміз құрып шаршаған соң екеуміз де төбелесті қойдық, бір-бірімізден насыбай атысып жөн-жөнімізге кете бердік. Бір күндерді ұлы жиын ас беріп жатқан қалың елдің үстінен шықтым. Жақсы болды ғой, осы жиыннан етігімді де кездігімді де сұрау салайыншы деп жер ошақты жағалап келе жатқанда аста табақ тартып жүрген боз балалардың арасында табақ көтеріп баяғы қашқан етігім жүр. Анадайдан көзіме оттай басылды. Қатыным бөпе тапқандай қуанып секіре беріппін. Етігімнің де көзі мені шалып қалып, ұялғаннан қып-қызыл болып, қолындағы көтерген әйдік табақ қазы-қарта жал-жаяны әкеліп, кешегі маған жағуға қимаған майың осы ма еді деп алдыма сарт еткізіп қоя салды. Пай-пай, тақсыр-ай, сондағы ұялғаным өмірімде есімнен кетер емес. Мінекей тақсыр, туғаннан бергі жердегі басымнан өткен істер осы деп бала әңгімесін бітірді. Баланың қиыстырып бір ауыз да рас сөз араластырмай айтып сүрінбегеніне таң қалып, дегенін істеп, айтқан уәдесінің барлығын орындады. Бала осындай өзінің ақылдылығының арқасында көп байлыққа ие болып, ханның қызына үйленді.